Қымбатты оқушы, енді біз сөйлем ішіне қойылатын, аса көп кездесетін үтір туралы сабағымызды бастаймыз. Үтір қандай жағдайда кездеседі? Міне осыған жақсылап назарыңды аудар. Бірінші, бірыңғай мүшелердің әрқайсысы жалғаулықсыз келіп отырса, сол бірыңғай мүшелердің арасына үтір қойылады. Мысал үшін, отан деген маған да, саған дана. Мұқағалидан. Маған да, саған да деген бірыңғай мүше ғой. Міне осы кезде маған да дегеннен кейін үтір қойылады. Немесе Абай, Ербол, Тоғжан үшеуі көпке шейін үнсіз қалды. Абай, Ербол, Тоғжан дегендер, міне осылардың арасына бірыңғай мүше жалғаулық шылаусыз болғандықтан бұл жерде кездесіп отыр. Ал мына жерде жалғаулық шылау бар. Маған да, саған да ыңғайлас. Бұл екі рет қайталанып тұр. Сондықтан бұл жерде үтір қойылады екен. Ендігі жағдайда бірыңғай мүшелердегі тағы да жалғаулық шылаулар қайталанып отырса, не дүниеде, не ахиретте, ненің пайдалы, ненің залалды екенін білетұғын мен дейді. Абайдың 17-ші қара сөзінен. Міне осы жерде не дүниеде, не ахиретте деген кездегі не деген жалғаулық шылау екі рет қайталанып тұрғандықтан бұлардың арасына үтір қойылып тұр екен. Одан кейін оңашаланған айқындауыш. Бұл туралы мен арнайы сабақ өткенмін, бірақ есіңе тағы түсірейін. Оңашаланған айқындауыш белгілі бір сөзді екінші бір сөзбен нақтылап түсіндіріп дәлелдеп тұратын сөз. Мысалы, біз қазақ елі жомарт та кеңпейіл халықпыз. Бұл жерде қазақ елі деген оңашаланған айқындауыш. Бұл біз деген сөзді айқындап тұр. Міне осы оңашаланған айқындауыштың екі жағынан үтір қойылады. Немесе мен, Аманжолова Зоя, саған қазақ тілінен сабақ түсіндіріп тұрмын. Мына жерде Аманжолова Зоя деген сөз оңашаланған айқындауыш. Міне осының екі жағынан екі үтір қойылады екен. Келесі, құрмалас сөйлемдердің арасында, яғни әр жай сөйлемдердің арасына үтір қойылады. Мысалы, байлық қолдағы мұз, міне үтір қойылып отыр. Бала артта қалған із. Бұл ыңғайлас салалас, ешбір жалғаулық шылау жоқ. Бірақ бірінші жай сөйлем бітіп, артында екінші жай сөйлем басталып жатқандықтан арасына сәл пауза қойылады. Міне осы жерде үтір деген болады екен. Ол қарсылықты салалас болсын, түсіндірмелі салалас болсын, сабақтас құрмалас болсын, аралас құрмалас болсын, бәрбір олардың арасына әрбір жай сөйлемдерді белгілеп, екшелеп, даралап алу үшін араларына үтір қойылып отырады екен. Одан кейін оқшау сөздер. Оқшау сөздер есіңде шығар, қымбатты оқушы. Қаратпа сөз, қыстырма сөз, одағай сөздер. Міне бұл үш оқшау сөздердің арасында егер олар сөйлемнің басында келсе, сол сөзден кейін үтір қойылады. Мысал үшін, Ербол, бері қара. Ербол деген сөйлем қаратпа сөз сөйлемнің басында келіп отыр. Ербол дегеннен кейін үтір қойылады. Немесе, меніңше, сен мені жақсылап түсініп тұрған сияқтысың. Меніңше деген қыстырма сөз сөйлемнің басында келді. Міне осыдан кейін де үтір қойылады. Ал енді осы сөздер, оқшау сөздер сөйлемнің ортасында келсе, олардың екі жағына үтір қойылады. Бағанағы тыңда дала жамбылды. Міне, дала деген сөйлемнің ортасында келіп тұр. Сондықтан даланың екі жағына бірдей үтір қоямыз. Немесе, кейбір жағдайда одағай сөздер қаратпа сөздерменен қатары келіп атырса, солардың арасында үтір қойылады. Леп белгісі емес. Ойбай-ау, балапаным-ау, қайда жүрсің? Міне, ойбай-ау деген одағай сөз, балапаным-ау деген қаратпа сөз. Міне, осылардың арасын бөліп алу үшін, міне, араға үтір қойылады. Немесе, әй, кемпір, енді мені тыңда. Осы жерде, әй, одағай, кемпір, қаратпа сөз. Осылардың арасын бөліп алу үшін, арасына үтір қойылады екен.